Барлық жүлдегерлерге келген көлік беріп жатыр, ақша беріп жатыр, ал Нариманға әлі бір көлік берілген жоқ деген. Сейчас эти машины все стоят на парковке, я дальше даже не знаю, что еще с ними делать. Барлық олимпиадашыларды президент Ақордада қабылдады. Бұл кездесуге неліктен бара алмай қалдыңыз? 2 недели пролежал в больнице. И именно это время пришло на время встречи с президентом. Олимпиадаға барар жол қаншалықты сізге психологиялық, моральдық, эмоционалдық тұрғыдан қиын болды? Падение это было, наверное, первое за последние 2 года. Для меня это стало прям шоком. Я показываю шикарную оценку 15,6, что становится на самом деле абсолютным рекордом за последние, наверное, 6-7 лет. Олимпиада ойындарында аттан жақсы секіріп түскен кезде жаттықтырушыңыздың, әкеңіздің қуанышында шек болған жоқ. Он говорит: сына, ты знаешь свое дело, все, к чему готовился, ничего не меняй, делай все то же самое. Сізді бапкерлер психологиялық тұрғыдан кішкене тұрақсыздау деп айтып жатады. В детстве я сильно недолюбливал гимнастику, потому что она